ұбт-да биология танып жатқан барлық оқушыларға сәлем. Менің есімім Малика, және мен биологиядан дайындайтын репетитормын. Бұл менің YouTube каналым. Қош келдіңдер. Надеюсь, сендер уже мені бұрыннан қарап жүрсіңдер. Ал бүгін мен сендерге 8-ші сыныптың биологиясынан, именно анатомия тақырыбынан Остиннің құрылысы деген тақырыпты алып келдім. Сендер дұрыс естідіңдер, дұрыс оқыдыңдар. Бұл бізде Остиннің құрылысы. Остин дегеніміз кім десеңдер, ол біздің пробио командасындағы скелет, немесе қаңқа. Мектеп кезінен бастап биологияны таңдағанда, универде оқыған кезде жеке өзінің скелетін болғаны қатты армандадым. И осы мұғалімдік жолға түскенде өзімнің жеке скелетімді, яғни қаңқамды сатып алдым. И оның атын Остин деп қойдым. Өйткені остеоцит дегеніміз сүйектің ең басты жасушасы. Соған ұқсат, мен оны Остин деп қойдым. Вот Остин бізде уже команданың бір мүшесі сияқты. Бүкіл оқушылар, бүкіл оқырмандар осы Остинді жақсы көреді, және ол бізбен бірге әр фотосессияда, әр кездесуде жүреді. Сол себептен бүгінгі біздің тақырыбымыз осы тірек қимыл жүйесіне арналады. Соның ішінде қаңқаның құрылысы. Жалпы адамның тірек қимыл жүйесі екі бөлімнен тұрады. Тіректі беретін адамның қаңқасы, және сол қаңқаны қимылға келтіретін қаңқа бұлшық еттері. Сол себептен бұл жүйе бізде тірек қимыл жүйесі деп аталады. Но так как біздің тақырып уже Остиннің құрылысы, яғни скелеттің құрылысы жайында айтылып тұр, бүгін біз сендермен осы қаңқаны өтеміз. Адамның қаңқасында 200-ден астам сүйек бар. Олардың пішіндері әртүрлі. Біреу жалпақ, біреу ұзын, біреу қысқа, біреу түтікшелі, біреу жаңағындай өте кішкентай деген тәрізді да. Но қазір сендер осы сабақты көретін болсаңдар, когда сендер осындай скелетке қарайсыңдар, бірденен қай сүйек, қай бөлімдікі, пішіні қандай екен ажырататын боласыңдар. Сонымен адамның қаңқасы 3 түрлі бөлімге бөлінеді. Яғни сүйектердің ерекшелігіне, құрылысына, байланысына байланысты біз оларды 3 түрлі бөлімге бөлеміз. Ол бізде бас сүйек, яғни череп, дене немесе тұлға сүйегі, және де қол аяқтың сүйектері. Ендеше балапандар, давайте бас сүйектен бастаймыз. Біздің көз алдымызға бас сүйекті алдынан, жанынан, астынан, төбесінен қарағандағы снимоктарын, яғни фотоларын көрсетіп тұр. И көбісі ойлайды, что бас сүйек это единоцелый сүйек деген тәрізді, бір бүтін сүйек деген тәрізді. Но на самом деле бас сүйек бізде өте кішкентай сүйектерден құралған, және де олар екіге бөлінеді. Жұп сүйектер және де тақ сүйектер деп бөлінеді. Енді давайте бірінші тақ сүйектерге тоқталамыз. Бірінші тақ сүйекке бізде маңдай сүйегі жатады. Міне мынау маңдай, біздің маңдайымыз. Маңдай сүйегі жатады. Екінші тақ сүйекке осы бас сүйекті құрайтын ол шүйде сүйегі жатады. Шүйде дегеніміз ол міне бас сүйектің артқы мына жақтағы бөлімі. Одан кейін барып астыңғы жақ сүйегі. Астыңғы жақ сүйегі міне қимыл қозғалысқа сүйектің бірі. Үстіңгі жақ сүйегі бізде қозғалмайды. Именно астыңғы жақ сүйек қозғалады, және де ол бізде тақ сүйек болып есептелінеді. Қалған сүйектердің барлығы осы бас сүйекті құрайтын. Ол бізде екі самай сүйегі, бір жақтағы самай, бір жақтағы самай. Одан кейін барып екі төбе сүйегі, оң жағынан және де сол жағынан алғандағы екі төбе сүйегі. Одан кейін барып барлық бет сүйектер өте кішкентай, мынақтағы мұрынды, бетті құрайтын. Одан кейін барып үстіңгі жақ сүйегі бізде жұп сүйек болып саналады. Енді бұл суреттен кішкене сендерге осы бас сүйегін тану қиын болса, мен сендерге мынандай разноцветный сүйекті ұсынамын. Но ойлаңдар то, что бұл сүйек бізде жартыға бөлінген деп. Оның екінші жартысы бар. Міне қараңдар, шүйде, маңдай, астыңғы жақ сүйегі бізде тақ сүйек болып саналады. Тақ сүйек дегеніміз жалғыз ғана сүйек деген сөз. Оның сыңары жоқ, яғни парочкасы жоқ деген сөз. Ол өзі ғана бір бөлімнің сүйегін құрайды деген сөз. Енді жұп сүйектерге келетін болса, ол мына жақтағы екі төбенің сүйегі, оң жақта және сол жақта, екі самай сүйегі. Самай дегеніміз біздің құлақ жағымызда орналасқан сүйек. Одан кейін барып үстіңгі жақ сүйегі и бет сүйектері жатады. Бас сүйектің осындай тақ және де жұп сүйектері жүлгелер арқылы байланысады. Жүлге дегеніміз ол сүйектердің бітсіп кеткен жері. На самом деле, егер де біз осы бітсіп кеткен жерлерді ажырататын болсақ, сүйектердің барлығы мелкий болып осындай бөлшектерге бөлініп қалатын еді. И мына жақтан анық қарауға болады, что маңдай сүйегі бөлек, жалғыз, шүйде сүйегі бөлек и астыңғы жақ сүйегі тоже бөлек.
яғни тақ болып орналасқан. Ал үстіңгі жақ сүйегі, бет сүйектері, екі самай сүйегі және де мына жақтағы төбе сүйектері, олар бізде папарочкам болып келеді. Не себептен табиғат осылай бас сүйегін как будто қорап тәрізді и кішкентай майда сүйектерді бір-біріне тігіп тастаған тәрізді жүлгелермен бекітіп тастаған. Өйткені бас сүйектің ішінде бізде ми орналасады. Өте маңызды біздің өміріміз үшін орган. Сол себептен эволюция барысында қаңқа немесе біздің геніміз деп айтайық па, олар осы маңызды органды қорғап үйренген. Ойлаңдаршы, біз аттан құлап қалатын болсақ, столдан құлап қалатын болсақ, коньки айдап жүріп құлап қалатын болсақ, аяғымыз шығып кетеді, қолымыз шығып кетеді. Но представьте себе, егер де біз бала кішкентай кезінде столдан құлап қалса, бір бас жағындағы сүйек шығып кетсе, оның уже миы шашылып кететін еді. Сол себептен біздің бас сүйектеріміз осылай бітісіп орналасады. Келесі қаңқаның бөлімі бізде тұлға немесе дене сүйектеріне арналған. Ол бізде екі түрлі сүйектердің құрылысынан тұрады. Омыртқа жотасы және де кеуде қуысы. Яғни омыртқа жотасы біздің позвоночнигіміз және де мына жақта тұрған қабырғалардан құралған кеуде қуысы бірігіп тұлға немесе дене, орысша бұны туловище сүйектерін құрайтын болады. Әрқайсысын жеке-жеке қарастырайық. Жеке омыртқа жотасына тоқталайық. Омыртқа жотасы адамның негізгі денесін тік ұстап тұруға жауап беретін сүйек және де оның ішінде өздерің білесіңдер жұлын орналасқан. Енді қараңдар, адамның омыртқа жотасы бізде 5 бөлімнен тұрады. Біріншісі бізде мойын. Мойын омыртқаларының саны бізде 7. Бұл жақта 7 омыртқалар орналасады. Яғни олар өте кішкентай майда сүйектер болып табылады. Мойын омыртқасының қай жақта аяқталуын білу үшін сендер бастарында алдыға қарай иіндер және де мойындарынан шығып тұрған сүйек ең соңғы 7-ші сүйек болады. Міне басымызда алдыға етім болса, және де шығыңқы тұрған сүйек менде ең соңғы 7-ші омыртқа жотасы болып табылады. Ал ең бірінші балапандар, ең бірінші бізде осы бас сүйекті ұстап тұратын омыртқа бізде атлант деп аталады. Келесі ең көп омыртқалардың санынан тұратын бізде арқа омыртқасы, ол бізде 12 омыртқалардан тұрады. Одан кейін барып бізде бел омыртқалары кетеді, олар бізде 5 болады. Одан кейін барып 8 көз дейтін омыртқалар кетеді мына жақта міне. Олар тоже бізде бірігіп тұтасып кеткен, олар тоже 5 болады. Ең соңғысы бізде құйымшақ деген болады. Құйымшақ бізде 4 немесе 5 түрлі омыртқалардан тұрады. Бас сүйегі тәрізді омыртқа жотасы бізде өте кішкентай майда сүйектерден тұрады. Және де егер сендер былай қарайтын болсыңдар, омыртқа жотасына, ол бізде ағылшынша S әріпі тәрізді иілімден тұрады. Екеуі алдыға және де екеуі артқа қарай иіліп тұрған. Соның арқасында біздің денеміздің өте әдемі күшті силуеті қалыптасады. Екінші бөлім осы тұлға сүйектерінің ішінде ол кеуде қуысы. Не себептен кеуде қуысы деп атайды? Орысша бұны еще грудная клетка деп атайды. Как будто бір қуысқа немесе клеткаға ұқсас тәрізді. Кеуде қуысын бізде 3 түрлі сүйек құрайтын болады. Біріншісі артқа қарайтын болсаңдар, бұл бізде арқа омыртқалары, именно арқа омыртқалары. Одан кейін барып 12 жұп қабырға. 12 жұп қабырға дегеніміз 10 жақта 12 штук, сол жақта 12 штук қабырға орналасқан деген сөз. Мынаяққа қарайтын болсыңдар. И одан кейін барып осыларды бір-бірімен біріктіретін төс сүйектері болады. Міне қараңдар балапандар. Мынау бізде жалпақ төс сүйегі болады. Төс сүйек. Бізде қазақтарда дәстүр бар ғой, күйеу бала үйге келген кезде төс сүйегін беріп жатады. Енді сендер қазақтың балдарысыңдар ғой, енді мал сойғанда, соғым сойғанда, бешбармақ дайындағанда көрген боларсыңдар, так что сендерге анатомияны оқу оңай болады. Вот когда мен орыс сыныбына сүйектер түсіндірем, вот оларға кішкене қиынырақ түсіндірем. Енді қараңдар, кеуде қуысы бізде 3 түрлі сүйек құрайды. Арт жақта тұрған арқа омыртқалары, жанынан тұрған бір жақтағы 12 жұп қабырға, бір жақтағы 12 жұп қабырға, и олар келіп бізге шеміршекпен, мынау тұрған әппақ нәрсе балапандар, ол бізде шеміршек болады. Сол шеміршек арқылы төс сүйегіне келіп бекінеді. Мына суретке назар аударатын болса, 10 қабырға шеміршек арқылы төске бекінген. Ал соңғы 2 қабырға, 11 және 12 қабырға бізде шеміршек арқылы төске бекінбеген. Және де бұларды бізде жалған қабырғалар деп айтады. Сол себептен кейде ОБД-да мынандай вопрос болады с подвохом. Неше қабырға бізде шеміршек арқылы төске бекінген деп. Неше қабырға? 20 қабырға. Неше жұп қабырға десе
оң жұп қабырға дейміз. Өйткені оң жағында оң жұп қабырға, сол жағында оң жұп қабырға шеміршек арқылы бізде төсекке бекінген. Не себептен мына жақтағы байланыс именно шеміршек арқылы жүреді. Шеміршек дегеніміз ол сондай эластичный, майысқақ, дәнекер ұлпасының материалы. Енді кеуде қуысында не орналасқан бізде? Өкпе және де жүрек орналасқан. Біз демалған кезде біздің кеуде қуысымыз көтеріліп түседі. Кеуде қуысымыз көтеріліп түседі. Біз спортпен айналысқан кезде ол вообще расширяться етеді. Қабырғалардың арасында тұрған бұлшықеттер созылады, сөйтіп өкпенің сыйымдылығы артатын болады. Сол себептен табиғат сондай күшті ойластырған, когда біз өте кеудемізді толтырып тұрып демалған кезде, мына бір жақта мынандай амортизация болу үшін бізге осылай шеміршек арқылы бекіткен. Ал соңғы екі қабырға бізде бекінбейді. Келесі бөлім бізде қол және аяқтың сүйектері. Бірінші давайте біз қол сүйектерімен танысып өтеміз. Қол сүйектерін бізде екі түрлі сүйектердің бөлімі құрайды. Ол иық белдеуі және де қолдың еркін қозғалатын сүйектері. Назар аударатын болсақ, өзіміздің иығымызға иық белдеуін міне былай даже айналдырып көруге болады, екі түрлі сүйек құрайды. Қараңдар балапандар, қараңдар. Біріншісі ол бізде мынау бұғана сүйек деп аталады. Бұғана сүйек. Мен мына жаққа толтырып жазбай қояйын, мен жазуым жаман, ауызша айтамын, сендер естеріне сақтаңдар, немесе сурет салатын болсаңдар дұрыстап жазып алыңдар, иә. Мынау бізде бұғана сүйек. Оны орысша ключица деп атайды. Кейбір қыздарда ол өте әдемі болып шығып тұрады. Енді осы бұғана сүйек арт жағында үш бұрышты жалпақ жауырын сүйекке келіп бекінеді. Және де осы екі сүйек біздің иық белдеуімізді құрайды. Алдыңғы жағынан бұғана сүйек бізде төс сүйекке бекінеді. Қараңдар, алдыңғы жағында төс сүйек, мына жақта бұғана, артқы жақта үш бұрышты жауырын сүйегі болады. Но именно екі сүйек бұғана және де мына жақта тұрған үш бұрышты жауырын, бізде иық белдеуін құрайтын болады. Соның арқасында мына жақтағы тұрған басқа да сүйектер осыған бекінеді. Егер де авария барысында, төбелесу барысында, құлау барысында адам байқаусызда өзінің бұғана сүйегін сындырып алса, ол никак қолын жоғары көтере алмайды, қолын вообще қимылдата алмайды. Өйткені именно қолдың қозғалуын қамтамасыз ететін сүйек ол иық белдеуі. Соның ішінде жауырын және де бұғана сүйек болады. Есімізге сақтадық қой, алдыңғы жағынан бұғана сүйек, міне ол мына жақта тұрған осындай өте әдемі сүйек, өзі өте кішкентай, төс сүйекке бекінеді, артқы жағынан жауырынға бекінеді. Осы бізде иық белдеуі болады. Келесі бізде қолдың еркін қозғалатын сүйектері. Қолдың еркін қозғалатын сүйектері номер біріншісі. Бұл бізде ұзын түтікше тәрізді сүйек. Қараңдар, пішін айтып тұр ғой, ұзын түтікше тәрізді сүйек. Түтікше тәрізді сүйек дегеніміз ішінде сүйектің кемігі бар. Былайша айтқанда қазақша тілмен сүйектің майы бар, жілік май деп атайды ғой. Өте қатты жақсы көрем. Бешбармақ дайындағанда, қуырдақ дайындағанда бүйтіп қасыққа біздің папамыз салып беретін. Соны жегенде өте қатты жақсы көрем. Вот осы ұзын түтікше тәрізді сүйек бізде тоқпан жілік деп аталады. Балапандар, тоқпан жілік. Өте күшті есте сақтап алуға болады. Біз қолмен тоқылдатамыз есікті, и бірінші сүйек, қолдың сүйегі тоқпан жілік деп аталады. Кейін мына бір жақта тұрған сүйекті балапандар бізде білек сүйектері деп атайды. Білек сүйектері, білегін сыбанып деп айтады ғой. Білек сүйектерін бізде екі түрлі сүйек құрайды. Артқы жағында тұрған сүйек бізде шынтақ деп аталады. Міне шынтағымды ұрып алдым, қолым дыз ете қалды деп атайды ғой. Ал оның алдыңғы жағында тұрған сүйекті балапандар мынаны бізде кәрі жілік деп атайды. ұбт-да сұрақ келетін болса, білек сүйектері не құрайды десе, жауап береміз. Кәрі жілік және де шынтақ сүйектері. Қазақтарда ырым бар, кәрі жілікті жемеңдер, қыздар отырып қаласыңдар деген тәрізді. Енді бұл тек қана ырым. В принципе, кәрі жілік дегенде де естерінде болсын, ол мына бір жақтағы сүйек. Одан кейін бар, дальше бізде қол бас сүйектер кетеді. Қол бас сүйектеріне балапандар қараңдар. Бізде не жатады? Мына жақтағы білезік сүйектер жатады, өте кішкентай майда сүйектерден құралған. Яғни біздің апаларымыздың тағатын, қыздардың тағатын украшениесі бекерден босқа білезік деп аталмаған. Осының арқасында біз қолымыздың басындағы сүйектерді қимылдата аламыз. Ал қол бас сүйектеріне не жатады? Оған бізде алақан сүйектер жатады. Міне, мынау бізде алақан сүйектері. Алақан.
және де мынаны фалангалар деп атайды, немесе саусақ сүйектері деп атайды. Сонымен давайте кішігірім қорытындылайтын болса, бізде қол сүйектеріне иық белдеуі және де қолдың еркін қозғалатын сүйектер жатады. Не себептен? Өйткені біз бұны 360 градусқа былай да айналдырып қозғалта аламыз. Иық белдеуін құрайтын сүйектерге бізде бұғана мен жауырын жатады. Қолдың еркін қозғалатын сүйектеріне бізде тоқпан жілік, білек, оның ішіне шынтақ және де кәрі жілік, және де қолдың бас сүйектері білезік, алақан, саусақ сүйектері жатады. Енді кезек бізде ең соңғы аяқ сүйектеріне келіп жетті. Аяқ сүйектері бізде принципе қол сүйектеріне ұқсайды. Яғни егерде бізде иық белдеуі бар болатын болса, то аяқта бізде жамбас белдеуі болады. Жамбас дегеніміз міне мына бір жақта көрініс осындай, ал егерде ұлғайтып қарайтын болсақ, құрылысы осындай. Так как адамда екі аяқ бар, как и екі қол, бізде жамбас сүйектері тоже екіге бөлінеді. Оң жақ жамбас және сол жақ жамбас деген тәрізді. И олардың сүйектерін бітісіп кеткен, как бас сүйегі тәрізді, үш түрлі сүйек құрайды. Олар бізде мықын сүйектері, шонданай сүйектері және де шат сүйектері болады. Получается, олар жұп сүйек болып табылады, өйткені дәл мына жақта өзінің парочкасы бар. Мықын, шонданай, шат сүйектері. Кейде оларды қасаға деп жатайды. Енді қараңдар, не себептен жамбастың сүйектері как бас сүйектері тәрізді бітісіп кеткен? Өйткені именно жамбас сүйектеріне біздің денеміздегі бүкіл ауырлық түседі. И сол себептен олар шашылып қалмас үшін табиғат оны бітістіріп қойған. Дальше енді аяқтың еркін қозғалатын сүйектеріне тоқталайық. Мынау бізде ортан жілік. Ортан жілік, немесе оны кейде сан сүйегі деп атайды, адамның денесіндегі қаңқасындағы ең ұзын сүйек болып табылады. Одан кейін барып мына жақта бізде дальше кетеді асықты жілік. Асықты жілік, мынау бізде асықты жілік, вот осы жақта тұрған сүйек. Мынау бізде шыбық сүйегі деп аталады. Адамдар футбол ойнаған кезде немесе басқа құлаған кезде көбінесе осы шыбық сүйегі сынып кетеді. Дальше мына жақта бізде как и қолдағы тәрізді, білезік тәрізді енді қимылдататын сүйек болу керек қой. Бұны бізде толарсақ немесе тілерсек сүйектері деп атайды. Одан кейін барып табан сүйектері және де башпай сүйектері кетеді. Енді балапандар, давайте қорытындылайық. Бүгін біз сендермен нені білдік? Адамның қаңқасы 200 сүйектен құралады екен. Ол 3 бөлімге бөлінеді. Бас сүйегі, тұлға сүйегі және де қол аяқ сүйектері деп. Бас сүйектері бізде как қорап тәрізді. Оның ішінде өте маңызды орган ми сақталады. Сол себептен сүйектердің барлығы бізде жүлгелермен бітісіп кеткен. Бас сүйектері бізде екіге бөлінеді, тақ сүйектері және де жұп сүйектері деп. Тақ сүйектерге не жататын еді бізде? Маңдай, шүйде, астыңғы жақ сүйегі. Жұп сүйектерге қалған барлығы жатады. Төбе, самай және де бет сүйектері, үстіңгі жақ сүйегі деген тәрізді. Одан кейін барып бізде дальше кетеді тұлға сүйектері. Тұлға сүйектері бізде екіге бөлінеді. Ол бізде омыртқа жотасы және де кеуде қуысы. Омыртқа жотасы мойын, арқа, бел, сегіз көз, құйымшақ сүйектерін құрайды. Кеуде қуысын бізде құрайды не? Төс сүйегі, арқа омыртқасы және де 12 жұп қабырға. Оның оны бізде шеміршек арқылы төс сүйекке бекінеді. Соңғысы бізде қалды аяқтың және қолдың сүйектері. Иық белдеуі бізде жауырын мен бұғанадан тұрады. Дальше қолдың еркін қозғалатын сүйектері бізде тоқпан жілік, білек сүйектері бізде шынтақ, кәрі жілік, білезік, алақан сүйектері и қолдың бас сүйектері, яғни фалангалар. И бізде дальше кетеді аяқтың сүйектері. Жамбас сүйектері мықын, шонданай, шат немесе қасаға деп атайды. Ортан жілік, асықты жілік, шыбық, тілерсек немесе толарсақ, табан сүйектері және де башпай сүйектері. Енді көбісі бүйтіп айтады: апай, менің ең қатты шатасатын нәрсем ұзын және қысқа сүйектерден дейді. Сендердің шатасатын себептерін сендер когда просто оқисыңдар, біріншіден сурет арқылы жаттамайсыңдар және де өз өмірлеріңді босқа қиындатасыңдар. Өз өмірлеріңді босқа қиындатудың қажеті жоқ, просто суретке қарайтын болсыңдар, и сүйектердің аттарын айтатын болсыңдар, пішіндері онсыз да көрініп тұр. Сразу көрініп тұр мынаяқтан қай сүйектер ұзын екен, Ол бізде мына қолдың және де аяқтың сүйектері. Қай сүйектер қысқа екені көрініп тұр. Әрбір омыртқа сүйегі, мына бір білезіктің сүйектері, табан сүйектері деген тәрізді. Ал қай сүйек жалпақ десе, ол бізде міне маңдайдың басты құрайтын сүйектер, және де мына бір жақтағы жамбастың сүйектері жалпақ келеді, и төс сүйегі, конечно же, біз жауырынды ұмытпаймыз. Сонымен балапандар, қаңқаның құрылысы, яғни остенің құрылысы жайында менің кішігірім сабағым бітті. Надеюсь, сендерге пайдалы болды. Пайдалы болса, өтініш осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Ал мен сендермен келесі сабақта кездескенше қоштаспаймын.